Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында Ұлы Отан соғысы, ұлы жеңіс туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты Ержан Буланов. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Арнамызға қош келдіңіз, Ереке. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді бүгін біз әрі қасиет туралы, қасірет туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бұл қасиетіміз ұлы жеңіс мерекесі, қасіретіміз халықтың басынан өткен ұлы нәубет. Жалпы ұлы жеңіс мерекесін мынау кеңестік дәуірді басқан кешкен бүгінгі тәуелсіздік алған республикалар біразы тойламайтынын сіз білесіз. Әсіресе Балтық жағалауындағы елдер, Украина бар, басқалар бұл жөнінде өздерінің басқа пікірлері қалыптасқан. Жалпы мынау тарихшылар бұл соғыс туралы қандай қазір пікірде? Не дейді тұжырымдамада? Бұл барлығы сіздің қойып отырған сұрағыңызға байланысты мәселелер саясатқа келіп тіреледі. Себебі Кеңестер одағының құрамындағы 15 одақтас республиканың қаншалықты дәрежеде қалай құрамына қосылғандығын тарих біледі. Қарап отырсақ, 1936 жылғы КСР-ның жаңа конституциясы бойынша 11 одақтас республика болған. Ал енді мына 1941 жылға қарай, мына екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық жағдайға байланысты әлемде екі саяси жүйе пайда болды. Яғни, мына адамзат өркениетіне онша келіңкіремейтін. Оның біреуі Германия, Италиядағы фашистік режим болса, біреуі КСР-дағы большевиктік режим. Ал енді адамзат тарихы өзінің ең бір үздік озық басқару жүйесі ол демократия. Міне осы екі жүйе, демократиялық басқару жүйесі өркениетті басқаруда, халықты дұрыс басқаруға онша келіңкіремейтін жүйе. Сондықтан мына екі жаңа фашистік жүйе мен Германия тарапы және КСР тарапы әлемді қайта бөлісу туралы екеуі келіскен болатын. Соған байланысты 1940 жылы Кеңестер одағы Балтық жағалауындағы 3 мемлекетті күшпен қосып алған. Литва, Латвия, Эстония. Одан кейін сол 40 жылдың жазында Молдавия мен солтүстік Буковинаны Румыниядан тартып алды да, сонымен КСР-ның құрамына қосып 15 одақтас республика. Енді әрине 1986 жылы КСР-ның басына Михаил Горбачев келгеннен кейін өздеріңіз білесіздер, қайта құру, демократиялық процестер жариялық келіп жатты да, соның нәтижесінде 89 жылы Германияның өзі екіге бөлінген, қосылды. Сонымен 89 жылдан бастап Европада жұмсақ революция деген болды. Яғни тарихи терминде барқытың революция дейді. Осының нәтижесінде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін дүниежүзілік социалистік жүйеге енген европалық 8 мемлекет демократиялық даму жолына түсті. Енді оның ішінде Югославиядан басқасы. Бұл бір. Екіншіден, 89 жылы жаз айында Мәскеуде өткен 19 партия конференциясына Балтық жағалауындағы жаңа үш аталған мемлекет, Литва, Эстония, Латвия келген жоқ. Депутаттарын жіберген жоқ. Олар да европалық даму жолында, европалық мемлекеттердің демократиялық даму жолына ілескен болады. Сондықтан 91 жылы КСР түпкілікті ыдырағаннан кейін Эстония, Латвия, Литва мемлекеттері бұл жеңісті тойлаған жоқ. Өйткені жаңа жоғарыда айтып кеттім, олар еріксіз күшпен қосылған болады. Ал енді Украинадағы жағдайға келетін болсақ, бұл осыдан 2014 жылы Януковичтің президент сайлауы кезінде жаңағы Ресей мен Украина екі ағайынды славян мемлекетінің арасында үлкен сызат түскен. Соған байланысты бұл екі мемлекет, яғни Украина орыстардан іргесін мүлдем ашылып. Сондықтан оларда Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңісті қазір тойламайды. Яғни Ұлы Отан соғысы құрбандарды еске алу деп атайды. Өзбек ағайындар да сондай. Қазір қарап болсақ, азалы күн дейді. Қарап болсақ, Белоруссия, Армения, Ресей, Қазақстан осы ұлы жеңіс күндерін тойлайды. Жақсы, рахмет. Өте мазмұнды әңгіме айттыңыз. Енді жалпы Ұлы Отан соғысы деген термин атау қалай келді? Кім атады осыны? Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысы. 3 шілде күні Иосиф Виссарионович Сталин КСР халқына радиодан үндеу жариялайды. Сол үндеуде
жаңағы ұлы және отан деген сөздерді бөліп қолданады. Және осы екі сөзге ерекше екпін түсіреді. Ерекше назар аудартады. Міне содан бастап жаңағы ұлы отан соғысы деген термин пайда болды. Бұл бір. Екінші, әлемдік тарих ғылымында, әдебиеттерде ол да айтылады. Мысалы, Германияның өзі немісше Großvaterländer Krieg деп айтылады. Сонда бұл қолданым тек КСРО-да емес, әлемдік әдебиеттерде қолданысқа ие. Бірақ екінші атауы бар. Екінші дүниежүзілік соғысының шығыс майданы деген екінші атауы бар. Осы соғыстың атауы, 5 жыл соғысы. Ұлы отан соғысы немесе екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы деп айтылады. Мен сізбен сұхбат жүргізу барысында бір керемет бір фактілерге оқыдым, соны сізге оқып беріп кетейін. 1937 жылғы жаппай репрессия көптеген әскери қолбасшылар жазалауға ұшыратты. 5 маршалдың үшеуі сыр бойынша, 15 армия генералының 13-і, 9 адмиралдың 8-і, 57 корпус командирлерінің 50-і, 186 комдиптіміз ғой, дивизия командирлерінің 154-і жазалауға ұшыратты. Сұмдық қой енді, аз ғана осы кіші командирлер тіпті есеп жоқ. Кейбір тарихшылар жалпы соғыстың бас кезіндегі біздің шегінісімізді Москваға дейін, біз деп отырғанымыз сол кезде кеңестік дәуірді айтып отырғаным ғой. Жаңағы кеңес әскерінің шегінуін Москвада дейінгі сол басшылардың, командирлердің жоқтығынан көреді. Оған сіз қалай қарайсыз? Сіздің айтып отырған фактілеріңіз бойынша мына мәселені айтып кетуге болады. Бірінші, жаңағы барлығы әскери қызметкерлерді, жоғарғы бас штабтағы командирлердің 30 мың адам репрессияға ұшыраған. Соның ішіндегі жаңағы 5 маршалды атап өтетін болсақ, Тухачевский мен Егоров ату жазасына кесілген, атылған. Ал Блюхер түрмедегі азаптан қайтыс болған. Ал оның ішіндегі Буденный ол түрмеге жатады да, кейін түрме қамалып босап шығады. Бірақ әскери қызметтен шеттетіледі. Ал 5-ші бұл Ворошилов. Бұл ғана осы қудалаудан аман қалып, ары қарай соғыс кезінде де жұмысын жалғастырған. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз, мына жерде мынандай факті бар. 1940 жылы Германияда Гитлер үлкен әскерилерін жинап КСРО-ға қарсы жаңа соғыс жоспарын құрады. Сонда жаңағы бірінші желтоқсан айында Отто жоспары деп аталған, кейін ол Барбаросса жоспары деп өзгертіледі. Яғни 2 айдың ішінде КСРО-ны тез арада жаулап алуды көздеген. Міне осы кезде жаңағы Гитлердің айтқаны бар. Өзі жаңағы жұмысшы шаруа қызыл әскерлерінің жоғарғы басшылығындағы адамдар, офицерлердің барлығы репрессияға ұшырады. Бұлардың дайындығы, соғысқа деген соғысу қабілеті төмен. Соны біз тиімді пайдалануымыз керек деп Гитлердің өзі айтқан. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған КСРО-ның қарулы күштері біршама басшысыз қалды. Яғни оның орнына тәжірибесі жоқ, соғысты көрмеген жастар келген болады. Кейбір зерттеушілер, кейбір тарихшылар Ұлы отан соғысында жеңісті адам құрбандарының санымен байланыстырады. Мысалы, сіздердің көптеген адам құрбандық жұрап, миллиондаған адам, соның арқылы ғана жеңіске жетті деп есептейді. Бүгінгі тарих не дейді бұл туралы? Енді қарапайым ғана статистика келтірейін бірінші. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында, немесе Ұлы отан соғысы ғой тікелей бізге қатысты. Сонда кеңес одағы тарапынан 27 миллион халық қайтыс болған. Соның 12 миллионы әскери адамдар. Ал енді Германияда одақтастарымен санағанда 12 миллион адам өлген. Ал Германияның өзінің қарулы күштерінен 4 миллион 200 мың адамдай қайтыс болған екен. Ал енді салыстырыңыз. КСРО-да 12 миллион, оларда 4 миллион 200 мың адам. Ал одақтастар бар, Венгрия, Румыния, оларда 1,5 миллион адам. Сонда барлығы оларда 6 миллиондай адам қайтыс болып отыр. Сонда 2-ге 1 деген сөз. Яғни біз жоғарыда сіз айтып отырған адам шығынында үлкен әсер етеді. Енді екіншіден біз тек соғыстағы адамдарды ғана айтпауымыз керек. Өйткені ол кездегі барлығы тек қана жеңіс үшін, тек қана майдан үшін жұмыс қызмет жасады. Соғысында тыл еңбеккерлері, тылдағы қарттар, аналарымыз, 14 жастан асқан жас өспірімдердің барлығы күндіз-түні аянбай еңбек етті. Сондықтан кеңес халқының
бір кісідей осы жауды жеңуге деген құлшынысы, жауды жеңуге деген талпынысы, ерік жігерінің арқасында осы жеңіс қол жеткізді. Тағы бір нәрсе, көп адам мысал айтқанда Сталиннің жалпы өзінің басқарушылық қабілетін мақтайды, қаталдығын мақтайды, әсіресе баласын айырбастамау, мен маршалды қатардағы жауынгерге айырбастамаймын деген сөзі мысалы көп әсер еткен сияқты. Жалпы Сталиннің соғыстағы басқарушылық қабілеті не дейді тарихшылар, қалай бағалайды? Сталиннің арқасында жеңдік пе, жоқ әлде басқа жағдай болды ма? Тарихты жасайтын жеке тұлғалар дейді. Мәселен, Керей мен Жәнібек десек, қазақ хандығының құрылғанын қатар айтамыз. Абылай хан дейтін болсақ, онда қазақ жоңғар соғысы, жоңғарлардан қазақ жерін азат ету мәселесі. Енді осыдан 50-100 жыл өткеннен кейін де Қазақстанның тәуелсіздігі десек, Назарбаевтың есімі қатарады. Ол ешқандай дәлелдеуді қажет етпейді. Аксиом. Сол сияқты Ұлы Отан соғысы десек те Сталиннің қатар жүретіні белгілі. Бірақ мен ойлаймын, Сталин болмай басқа бір орында басқа біреу болса да, мысалы Тройцкий келсе де кезінде КСРО жеңілмес еді. Ұлы Отан соғысы туралы Рихард Зорге сияқты кеңестің барлау қызметі бас қолбасшылыққа соғыс болады деп ескерткен дейді кезінде. Бірақ біз қамсыз қалыппыз. Бұл не сөз? Шындығы қайсы, жалғандығы қайсы? Бұны екі бағытта өрбітейін. Бірінші Рихард Зоргеге тоқталып кетсем, бұл Рихард Зоргенің өзі тарихи тұлға. 1895 жыл дүниеге келіп, Баку қаласында мұнай өндіретін неміс инженерінің отбасында дүниеге келген. Кейін Рихард Зорге 3 жасқа толғанда әкесі Германияға көшіп кетеді. Сол жақта 18 жасында бірінші дүниежүзілік соғысына қатысады, 1914 жылы Германия тарапынан. Одан жараланып, кейін Россияға келеді. Осы Россияда жүрген кезде кеңестік барлау қызметіне тартылады. Содан Жапонияға кетіп, сол Жапонияда қызмет атқарып жүрген кезде ол Рамзай деген лақап атпен белгілі болады. Сонда бұл жерде ол мынандай екі үлкен шенді адаммен тығыз байланыс орнатқан. Біреуі Хацума Озаки деген үлкен бай адам, зам министрлік дәрежесіне шейін қызмет атқарған. Екіншісі Германияның елшісі Оттомен байланыс болған. Міне сол жақтан ол Ресейге 3 мәрте жіберген, донесение жіберген ғой. Жеделхат жіберген. Майдың басында болады, аяғында болады, одан кейін маусым 22-сінде болады. Бірақ бұған Сталин сенбеген. Ол бір. Екінші, 41 жылы желтоқсан айында осы Зоргені тұтқындаған кезде ол ашық мойындайды. Мен шынында да кеңестік барлау қызметінің адамымын. 44 жылы оны ату жазасына кезеді. Кейін бірақ оны 20 жыл бойы мойындамаған КСРО. Ал мойындағанда қалай болған? Француздар сен кімсің, Рихард Зорге деген кино шығарады. Соны Никита Сергеевич Хрущев көреді. Көргеннен кейін бүкіл барлау қызметінің басшыларын шақырып алып, Рихард Зоргені кім екенін анықтаңдар дейді. Сол кезде олар барлығын анықтап оған айтқызған кезде, ол мынандай саясатты қолданады, өте айлакер адам болған еді ғой Хрущев. Сонда бірінші ол Рихард Зоргені былай дейді. Ол хабар берсе де, Сталин оныған сенбеген. Сондықтан қамсыз жатқан, сол қамсыздығының арқасында КСРО Германияның мен болған соғыстың алғаш жылдарында. Сонда ол Сталинді қаралауға тырысқан ғой, сол Зорге арқылы қаралауға тырысқан. Көрдіңіз бе? Міне осыны айтып кету керек. Жалпы Қазақстанның рөлі Ұлы Отан соғысында қандай болды? Жалпы басқа республиканың одақтас салыстырғанда. Біз не бердік соғысқа деген ұғымда? Соғысқа ең бірінші адам ресурсын бердік. Жалпы Қазақстан бойынша 1.200.000 адам соғысқа аттанды. Соның 410.000-ы соғыстан оралған жоқ. Бұл бір. Екінші, экономикалық тұрдан алып қарасақ, мұнай, темір, қорғасын, мырыш, осының барлық Қазақстан көмектесіп отырды. Яғни бізде мектептен айтып келетін жауға атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жасалған. Осы сөздің өзінен біз қаншалықты тұрғыда соғысқа өзіміздің жеңіске үлесіміз қосқандығымызды білеміз. Үшіншіден, біздің тылдағы еңбек. Қаншама жылқы, ет, киім-кешек, азық-түлік барлық осы Қазақстаннан жіберіліп отыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда Қазақстанның жеңіс үшін
сол үшін үлесі орасан зор деп жалпылама айтуға толық негіз бар. Ал енді қазір қарап отырсақ, жалпы Қазақстаннан батырлар көп шыққан деседі. 500-ге жуық батыр шыққан. Дәл анық білмеймін, сіз білетін шығарсыз. Ал бұл енді жалпы халқымыздың бойындағы рух, батырлықты білдіре ме, жоқ әлде кеңестік өкіметке берілгендікті білдіре ме? Қанша батыр шыққан бізден? Енді жалпы Ұлы Отан соғысы кезінде КСРО бойынша 11 мыңнан аса кеңестер одағының батыр аты алған азаматтар бар. Соны статистика бойынша 8 мыңнан астамы орыстар, 2 мыңнан астамы украиндар екен. Одан кейінгі орында белорустар, одан кейін татарлар, одан кейін еврейлер, одан кейін қазақтар екен. Енді қарап отырсақ, 15 одақтас республиканың ішінде біздің алтыдағы түскен украиндар мен Ресей, Украин, Беларусь. Өйткені түсінікті, олар өз территориясында болып отыр. Әлі саны көп қой. Әлі саны көп, өз территориясында болып отыр. Репрессиядан шықтық. Азайық болды қазақтың саны. Ал енді қазақстандықтардан 497 адам кеңестер одағы батыр атағын алған, соның 97-сі қазақ. Енді қазақтардың өзі жауынгер халық қой. Жауынгер халық, рухты халық. Сондықтан жаңағы Ұлы Отан соғысындағы олардың ерліктерін ерекше атап айтуымызға болады. Тіпті мына шығыс халықтары дейді ғой, өзбек, қырғыз, түркмен, тәжіктердің ішінде бір қыз батыр атағын алған. Ал біздің қос қарлығашымызды айтсақ өзі, қос Мәншүк пен Әли апамызды айтсақ қалай? Хиуаз Доспанов қосылды ғой. Ол кісінің халық қаһарманы атағын бердік кейіннен. Ол кісінің де жаңағы атағы ескерілмей қалған. Сондықтан жаңағы қазақтың бұл батыр ұлдары, батыр атаның ұлдары біздің қанымызда бар дүние. Рахымжан туралы. Енді Рахымжан туралы көп жазылды. Көп жазылды осы. Біз енді Рахаңды көрген адамдармыз. Ол кезде біз студентпіз. Кездесулерінде болдық ол кісінің. Ол кезде өкініш айтпайтын ғой кеңестік кезде. Соғысқанын айтатын, бірақ ол кезде саясат араласты деп айтпайтын. Кейіннен шыққан мақала, кейінгі тарихи зерттеушілер, соғыс туралы жазғандар айтады, осы Рахаңның батыр атағын алуына саясат араласты. Міндетті түрде орыс алу керек, сосын грузин болу керек. Осы тарихшылар не дейді осы бүгінгі тарихшылар туралы? Мен кішкене тарихын айтайын, сосын тарихшылардың ойын айтып кетейін. 1945 жылы 30 сәуір күні таңда Рейхстагқа шабуыл басталады, жан-жақтан. Сол кезде Рахымжан ағамыздың взводы осы ту тігу тапсырмасын алады. Сонда 350 метр жерді жаңағы өзінің қол астындағы қатардағы жауынгер Григорий Булатов екеуі ғана жетіп, сол Рейхстагтың кешкі сағат 6:30-да ту тігеді. Бұл жерде сонда осы ерлігін зерттеп жүрген Зекен Темірғалиев деген жазушы бар. Сол кісі мынандай бір естелігін оқыған, өте қызық. Сол кісі айтады, 1964 жылдары Ставрополь өлкесінде жүргенде, демалып жатқанда бір музейге барып қалдым дейді. Осы жеңіс күніне байланысты. Сонда жаңағы таныстырушы кісі, енді әйел адам, Егоров пен Кантария ту тіккен, сондай мұндай деп айтып жатқан кезде бір қазақ шықты дейді. Жоқ, олай емес деп. Сосын ол қазақ өзін таныстырып былай деді дейді. Мен Ташкенбаев, атын айтпай, Ташкенбаев, сол кезде байланыс ротасының командирі болдым дейді. Рейхстагқа шабуыл жасап жатқанда. Иә, сол кезде байланыс, сол кезде Шаталов деген дивизия командирі менің көзімше Жуковқа телефон соқты дейді кешке. Осындай қазақ Рахымжан Қошқарбаев пен Булатов ту тікті деп. Сол кезде ар жақтан Жуковтың ұрысқанын естілді дейді. Қайдағы азиатқа неге ту тігеді? Оған ту тігу керек орыс ұлтынан және грузин ұлтынан болу керек. Енді ол түсінікті ғой. Сонымен ертесінде соғыс шайқасын бәрі саябырсыған кезде барып, сәске кезінде түсте жаңағы орыстан Егоров пен грузин ұлтынан жаңа өзің айтқан Кантария екеуіне жаңағы ту тіктіріп, ресми түрде осы екеуі алғашқы жеңіс туын Рейхстагқа қадаған деп айтып келді. Бұл енді әрине саясат. Екінші бір мәселе, бұл көп жағдайда айтылмай келді. Тек 1964 жылдан бастап бұл мәселе көтерілген кезде Григорий Булатов өзінің Рейхстагқа ту тіккендігін сол кезде айта бастайды. Бірақ оны жанындағы достары, ауылдастары әжуалап, оған Гришка Рейхстаг деген ат берген. Содан ол кісі араққа салынып, 73 жылы сол өзін-өзі қол жұмсап өлген екен.
қиянатты көтере алмаған ғой, әділетсіздікті көтере алмаған. Міне осындай мәселелер бар. Сондықтан әрине оның барлығы саясат. Ал енді аяңдап өзіміздің елге келейік Жетісуға. Жалпы Жетісу жұртшылығы соғысқа не берді деген ұғымда не айтар едіңіз Жетісу жұртшылығы жөнінде? Ең бірінші айтарым, мына Жаркент қаласынан да негіз қаланып, одан Алматыда жасақталған 316 артықшылар дивизиясын ерекше айтып қалды. Мәскеуді қорғауда осы панфиловшылар дивизиясы ерекше құрметке болып, кейін 41 жыл күзінде Панфилов өлгеннен кейін оларға 8-ші гвардиялық дивизия деген ең жоғары атақ берген гвардиялық. Бұның өзі әскери салада үлкен Жетісу жеріне көмек бергендігін. Оның ішіндегі 28 панфиловшыларды алып қарасақ, соның 4-еу осы қазақ, 2-еуі өзіміздің жерлес, мысалы Сеңгірбай Мұсабековті айтуымызға болады, Нарсытбай Есболат, соларды айтамыз. Ал енді экономикалық тұрғыдан алып қарасақ, біздің тек елдегі тағы басқа рудаларды берген айтуымызға болады. Осы Жетісудың да соғысқа тиген үлесін мынадан да шамалауға болады. Ұлы Отан соғысына Жетісу жерінен барлық 120 мың адам соғысқа аттанған екен. Осыдан көруге болады жетісулықтардың қаншалықты дәрежеде жеңіске, ұлы жеңіске өзінің үлесін қосқандығын. Енді сіз өзіңіз білесіз, қазір әр ауылда деп айтсақ артық болмас, Ұлы Отан соғысына арналған ескерткіштер бар. Сіз енді ұстаз ретінде жоғарғы оқу орнының бүгінгі жастарымыздың бойында патриотизм бар ма деп айтуға аузым бармай тұр, бірақ патриотизмді сіңіргенде қандай біздің жолдарымыз бар, негіздеріміз бар, қалай сіңіріп жатырмыз патриотизм, қалай елшілікке, елдікке тәрбиелеп жатырмыз, отансүйгіштікке тәрбиелеп отырмыз деген, ұлтымызды сүюге тәрбиелеп отырмыз деген сұрақты сізге қойып отырғым келеді. Жоғары оқу орындарында осы мәселе қалай қойылған? Мынандай сұрағыңыз қызықты. Бізде студенттер маған сұрақ қояды, бізде идеология бар ма деп. Мәселен дейді, кеңестер одағы тұсында идеология коммунизмге жетеміз деп барамыз бір кісіде еңбек еттік дейді балалар. Қазір бар ма дейді. Мен айтамын, тәуелсіздіктен кейін идеология біздің ана тіліміз және төл тарихымыз. Ана тілімізді білсек, қазақ халқы еш уақытта жойылмайды. Ал тарихымызды білсек, төл тарихымыз, біз өткеннен сабақ алып, болашақта соны қайталамауға тырысамыз дейміз. Тарих ғылымында өз екі концепция бар, тарих ғылымының дамуы туралы. Біреуі бұл шеңбер түрінде тарайды дейді, яғни бір оқиға айналып келіп тағы да сол қайталануы мүмкін. Бірақ қоғам, заман өзгеруі мүмкін, бірақ сол оқиға қайталанады. Тура сондай бұл. Ал екінші бір концепция ол спираль түрінде дамиды дейді. Жаңағы осы жерден біз ешқашан ораламаймыз, алдыға кете береміз дегендей. Сондықтан мен өзім ойлаймын, өзім мына шеңбер түріндегі дамиды дегенге қостаймын, себебі бір оқиғаны екінші оқиға қайталанып отырады. Ал енді екінші бір мәселе, бұл 2017 жылы сәуір айында президенттің рухани жаңғыру болашаққа бағдарлама шықты ғой. Соның ішінде туған жер, тағы басқа бағыттар бар ғой. Сол бойынша біз бітіруші түлектерге, магистранттарға диплом, магистрлік диссертация тақырыптарын бердік. Тарихи ескерткіштерді зерттеңдер, киелі орындарды зерттеңдер. Осы кезде жаңағы сіз айтып отырған Ұлы Отан соғысында қатысқан жауынгерлер, ата-бабаларымыздың монументтері, осылардың барлығын тізімдеп, олар ғана тізімдеп қоймай, кімге арналды, не үшін олар қандай ерлік көрсетті, осының барлығын зерттейді. Сол арқылы біз жаңағы отан сүюге, отан ішіндегі жаңағы өзінің туған жерін сүюге, халқын сүюге тәрбиелейміз. Мен айтар едім, осының өзі олардың бойына патриоттық сезім қалыптастырады. Патриот дегенде ұлтын сүю ғой. Ұлтын сүю үшін ол қазақты ұмытпау керек. Кезінде Мағжан Жұмабаев деген ақын айтқан екен, мен жастарға сенемін деп. Сіз жастарға сенесіз бе бүгінгі? Әрине, өйткені өзім тәрбиелеп, оларға білім беріп жатқаннан кейін сенемін. Бүгінгі сауалымызды осы оптимистік сөзіңізбен аяқтайық. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған қонағымыз Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының кандидаты Ержан Буланов. Өмірдің тамаша бір сәтінде аман есен жолығайық теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.